Қайырлы кеш достар. Бүгін біз екі сауапты істі бірдей жасамақпыз. Оның біріншісі қалалық парктегі тәтті сататын тәтемізден тәттілердің барлығын сатып алып, оны қала тұрғындарына сұрақ қою арқылы тегін таратпақпыз. Біз бастаймыз. Күріштің атасы кім? Күріштің атасы Ыбырай Жақаев. Өте керемет, сізге сыйлығымыз бар. Рахмет, көп-көп. Қызылорда қаласындағы қандай кен байлықтарды білесіз? Мұнай, уран шығады шалқиядан. Күріштің несі одан десек те болады, сыр маржаны. Қызылорда қаласынан шыққан қандай әншілерді білесіз? Матина Садуақасова, Өмірқұл Аниязов, Жеңіс Ысқақова, Гүлнұр Оразымбетова. Көп қой. Ой, рахмет. Өте дұрыс. Сізге арнайы сыйлығымыз бар жылы жүректің атынан. Қорқыт ата ескерткіші қайда орналасқан? Қызылорда облысының Қармақшы ауданында орналасқан. Өте дұрыс. Сізге жылы жүректің атынан арнайы сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Қызылорда облысынан шыққан қандай спортшыларды білесіздер? Қызылорда облысынан шыққан Илья Ильин, Елизабет Тұрсынбаева. Қабыл алыңыздар. Қызылорда облысындағы ең алғашқы ашылған театрды атасаңыз? Ақтауда қаласында ең алғаш ашылған театр, мен бала кезімде білетінім ол Ата Бекежанов театры жатқаны. Өте керемет. Жақсы, ағай, рахмет көп. Қызылорда облысының қазіргі әкімі кім? Ысқақ Қуанышбек. Өте керемет. Рахмет, сізге арнайы дайындаған сыйлығымыз бар. Рахмет көп, жақсы. Сізге? Қызылорда қаласы Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан? Өте керемет, сіздерге берер сыйлығымыз бар. Сіздерге сыйлық. Қызылорда қаласының қандай аудандарын білесіздер? Қазалы, Жалағаш, Арал, Жаңақорған, және тағы Дария, Шиелі. Өте керемет достар. Қызылорда қаласының ескі атаулары қандай? Қамысты қала, Перовск, Ақмешіт ба? Өте керемет көресіздер. Сіздерге арнайы дайындаған сыйлығымыз бар. Қызылорда қаласына қанша жыл толды? Былтыр 2 жыл тойға дегенді естігенмін, 201 жыл болды. Өте керемет, рахмет сізге арнайы дайындаған сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Рахмет сізге көп. Қызылордам туған жерім, табиғатың молдан сенің, ол қыздары ерке сен кең дала.